Сәлем, менің YouTube каналымның оқырмандары. Қазіргі таңда өз практикамда кездесіп жүрген жағдайлармен сіздермен бөліспекшімін. Жалпы қазіргі таңдағы балалар сөйлейді, бірақ сөйлеген сөзі анық емес. Осы жағдайда біз қандай жұмыс жасаймыз? Үйде де осы жаттығуларды жасасаңыздар болады. Көп жасасаңыздар, онда бала жақсы результат береді. Ол қандай жаттығулар? Жалпы математикада да, физикада да, химияда да кез келген ғылымды алып қарасақ, оның өзіне тән формулалар болады. Сол сияқты біздің логопедияда да өзіндік формула бар. Ол бізде логоформула деп аталады. Яғни осы логоформуланы дұрыс айту арқылы біздің даусымыз анық шығады. Оны өздеріңіз де жасап, салыстырып көрсеңіз болады. Жалпы сөйлеген кезде біздің артикуляциялық аппаратымыз, яғни аузымыз, тіліміз, тісіміз бәрі белгілі бір орында тұру қажет, өзіне тән. Яғни осы кезде мен айтар едім, логоформуланы пайдалануымыз қажет. Біз логопедияда дауысты дыбыстардың негізгі формуласын балаларға үйретеміз. Оны қалай үйретеміз? Жалпы сөйлеген кезде сол дауысты дыбыстарды дұрыс айтсақ, біздің айтқан сөзіміз анық болады. Оған дәлел мысалға логоформула бізде былай: А, О, У, И, Е, міне, әр дауысты дыбысты айтқан кезде еріннің положениясы әртүрлі болды. Енді біз сөз сөйлеген кезде, немесе бала сөз сөйлеген кезде, мына ерінді дыбыстарды дұрыс пайдаланбайды, еріндік езулік дыбыстарды дұрыс айтпайды. Сол үшін баланың айтқан сөзі анық болмайды. Мысалға айтатын болсақ, бала ернін қимылдатпаса, онда айтылған сөз анық шықпайды. Мен бардым десе, онда ол анық шығады. Бадым, немесе бардым. Енді ерін қимылдамай тұр. Сол үшін әрбір дыбысты айтқан кезде өзіндік формулаға салып айтса, онда баланың айтқан сөзі анық шығады. Оған дәлел осы формуланы өзіңіз жасап көрсеңіз де болады. Ерніңізді қимылдатпай дауысты дыбыстарды айтып көрсеңіз, онда сіздің даусыңыз анық шықпайды. Міне осы логопедтің лого формуласымен бөліскім келді осы видеода. Егер ұнаса лайк бас, комментарий жазып кетіңіздер, және де келесі видеом қандай тақырыпқа арналғанын қалайсыздар, оны да комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Әрбір ата-ана үйде өз баласымен жұмыс жасаса, күнделікті жұмыс жасаса, күнде белгілі бір уақыт арнаса, онда сол баладан результат, нәтиже көруге болады. Сіздермен болған логопед дефектолог мен Әсем әлем. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.